Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан Whoopie Pie тортын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 1 Қазақстан шоколад, 80 грамм сары май, 20 грамм какао, 200 грамм ұн, 170 грамм құмшекер, 15 грамм разрыхлитель және 5 жұмыртқа қажет. Ең алдымен сухой ингредиенттерді бірге араластырып аламыз. Ұнымызға какаомызды, разрыхлителімізді салып араластырамыз. Одан соң Қазақстан шоколадымыз 100 грамм, 80 грамм сары майымызды водяной баняда ертіп аламыз. Жақсылап ертіп аламыз, біркелкі масса етіп. Одан соң жұмыртқаларымызды ыдысымызға саламыз. Құмшекерімізді бөліктерге бөле отырып миксерлейміз. Жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Одан соң ұнымызды ситадан өткізіп, бөліктерге бөле отырып миксерлейміз. Менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ұнымызды бірден салуға болмайды. Жақсылап тұрып, миксерлеп аламыз. Біз бүгін сіздермен сюрприз тортын дайындаймыз. Біздің Whoopie Pie'міздің арасында сыйлығымыз бар. Осындай масса шығады бізде. Үстінен ертілген майымыз бен шоколадымызды құямыз. Миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі масса болу керек. Міне осылай болып шығады біздің қамырымыз. Одан соң пергамент қағазымызға өздеріңізге қанша диаметр керек, соны қойып, мен бүгін 4 бұрышты торт жасаймын. Сіздер домалақ қылып жасасаңыздар 4 корыш шығады. Менде диаметр үлкен, сол себепті 3 корыш жасаймын. 4 бұрышты етіп, барлығын бірдей етіп жайып аламыз. Осылай. Қызып тұрған пешімізде 250 градуста 3-4 минут пісіріп аламыз. Осылай шпажка тығып көріп, піскенін байқасаңыздар болады. Ендігі кезекте кремін дайындаймыз. Сливки, творожный сыр, 150 грамм құмшекер қажет. Сливкиіміз 300 граммды құямыз. Оның үстінен 150 грамм құмшекерімізді салып араластырамыз. Құмшекеріміз бен сливкиіміз араласып крем тәрізді болады. Творожный сырмен шатастырып алмаңыздар. Осындай болып шыққаннан соң творожный сырымызды саламыз.
Творожный сыр 350 грамм. 350 грамм творожный сырымызды салып аламыз. Жақсылап тұрып миксерлейміз. Бір келкі болғанша 5-6 минуттай миксерлейміз. Міне осындай өз формасын сақтап тұратын крем пайда болады. Сливки мен творожный сырыңыз міндетті түрде салқын болуы қажет. Одан соң пищевой пленкамызға кремімізді салып аламыз. Менде Вупипайдың насадкасы номері 807. Одан соң тортымыздың бетіне шариктерін шығарамыз. Қатты қыспай, кішкене ортасынан бастап қыссаңыздар, шариктер шығады. Біз бүгін тортымыздың ортасына сағат қоямыз. Менің бүгін қайнымның туған күні, соған орай жасаған арнайы тортым. Осылай жақсылап тұрып жағып шығамыз. Осылай біздің сыйлығымызды ортасына орналастырып аламын. Тортымызды жасап болған соң, бір түнге холодильникке салып қоямыз. Екінші коржымды қойып, үстінен шариктерін шығарып жатырмыз. Шариктерді шығаруды үйреніп алсаңыздар, қатты қиын емес. Осы торттарды жасап, үйдегі мама, папаларыңызды қуантсаңыздар болады. Бір жасағаннан пайда болып істей алатын оңай әдісі. Енді үстінен ортасы тесік емес, коржымды қоямын. Бізде ішінде осындай сағат. Одан соң бетіне 100 грамм сливки мен 100 грамм Қазақстан шоколадын водяной баняда ерітіп, үстінен құйып шығамыз. Ыстық күйінше құймаймыз шоколадымызды, кішкене суытып аламыз. Содан соң үстіне жағамыз. Бізде осындай әдемі торт пайда болды. Бетіне безендіруін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Мен бүгін сникерс шоколадымен әсемдедім. Холодильникке бір түнге салып қоямын. Осымен біздің Вупипайымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Любой смайлікпен бағасын беріп кетіңіздер.